Достым, нақ шулай болды. Нақ әкияттегі кебек болған бет бұл сенің, Миық қаласыланып қалмады ма? Yok ма? Балақай, нешлеп тәлінке ғайыклы болсын сың не мұнда? Сың бетінде сиңа ярақлы тәлінкелерді бар қазір тұрына достым. Достлар, сәлем, әлі сізді көрмешеде тұрам екен. Міне тұрына достым қонаққа кірді әлі. Ғали-ғалимеш бұл қалыны сенгіне шешсәң шешесің дейді. Міне ойлап қара әлі, нешлерге меңа дейді. Тейінлер бәбишейіне қонаққа шақырдылар дейді. Bütün ризықларын тәлінкелерге салғандар. Мен шүкләдім, шүкләдім, бір ризықта ләкмәді дейді. Мен ол тәлінкелерін бүттінісінде йоқ етем дейді. Менен күліп ермесіндер дейді. Нешлеп менен күлелер алар дейді, Йоқ енді, йоқ тұрына достым. Мұнда тәлінкенің бір ғайыбы да йоқ, бір өк қызып кетіп, ішінігіне бұза көрмейемі? Тәлінкенің бір ғайыбы да йоқ дейм, мен сен айтам. Қаралы, тәлінке дегеннен, әйді тәлінке турында видео қарап алайық. Бәлки сенің де фикірің өзгерір аннансың. Бірінші тәлінкелер мұннан 12.000 ел әлік барлыққа келе. Алар ярымшар формасында була, һәм қызыл болшықтан ясала. Соңырақ тәлінкелерінің остын яссы итеп ясый башлайлар. Мындай керамик тәлінкелер бик оңайлы була. Алар дым үткәрмей, ис сіңдірмей, ризықны суытмай, қолларны пішірмей. Бұрынғы Грецияда керамик сауыт саба ясау үшін бірінші жайланмалар уйлап табыла. Тәлінкелерге хайван һәм үсемлек рәсемнәре төшерелә. Алар танылган идарәчеләрнең һәм аллаларның сүрәтләре белән бизәлә. Моннан 2600 ел элек Кытайда фарфор уйлап табыла. Фарфордан нык һәм җиңел тәлинкәләр ясала. Алар матур рәсемнәр белән бизәлә. Нечкә, аппак фарфор тәлинкәләр уттан да, судан да курыкмый. Аларның кайберләре хәтта безнең көннәргә дә килеп җиткән. Әмма Европада озак вакыт тәлинкәләр булмый. Алар урынына өстәлдәге уеннар яисә ипек катысы файдаланыла. Европага килгән беренче керамик тәлинкә Кытай императорының француз патшасына бүләге була. 15-нче гасырда Европалылар тәлинкәләрне агачтан яисә аккургаштан ясый башлый. Бу савытлар ризыкны өстәлгә чыгару өчен генә кулланыла һәм табын янында утырган кешеләр өчен уртак була. Элеш тәлинкәләре соңрак ясала, тик алар түгәрәк түгел, квадрат формасында була. Патшалар өчен тәлинкәләр алтыннан һәм көмештән ясала. 19-нчы гасырда фарфор Европага килеп җитә. 18-нче гасырда фарфор тәлинкәләр күпләп җитештерелә башлый. Бүгенге көндә тәлинкәләрнең ниндиләре генә юк. Алар керамикадан, фарфор, металл, агач, пластик, бәллүрдән ясала. Хәтта кагаздан ясалып бер генә тапкыр куллана торган тәлинкәләр дә бар. Нәрсә ясалуына карап, аш, үлеш, чәй тәлинкәләре була. Әле тагын балык һәм ит, спагетти һәм йомырка өчен махсус тәлинкәләр дә бар. Достлар, әлі тағын білесіңіз келсе, декоратив тәлинкәләр була. Олардан ошамыйлар. Ғәдәттә, аларны мотор болсын үшін деп, бизек үшін деп, мен шунда истәлік үшін деп, менді мотор орынға, иң көрінә тұрған жерге, диварға әліп қоялар. Тұрына достым, мен сеңа міне шундай тәлинкә бұда кетермін әлі, сен өзіңнің шул тар мойынлы шүлмәгіңнен генә ашайынды. Ризық болсын, аш болсын, достлар, келесі ұшырашуларға қадар.